Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін дәмі ерекше және өте оңай жасалынатын тіске басыр дайындайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын видеоға қолдау ретінде лайк басып, және де каналымды жоғалтпас үшін тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен біз тіске басарымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін тауық филесі қажет. Тауық филесін видеодағыдай кубиктарға турап шығамыз. Одан кейін бізге қызанақ керек. Қызанақты да кубик қылып турап шығамыз. Және де ең соңғы ингредиент ол сыр. Сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Қызып тұрған табамызға ешқандай да май құймай, тауық етімізді салып қуырамыз. Сол кезде тауық етіміздің бойындағы сулар тартылады. Суы жақсылап тартылғаннан кейін сұйық майымызды құйып, тауығымызды қуырып аламыз. Және де дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка саламыз. Тауығымызды жақсылап қуырып алғаннан кейін отымызды өшіреміз, және де кішкене суығаннан кейін тауығымызға помидор және де сырымызды салып араластырамыз. Тортилья деп аталатын лавашымызды алып, қақ ортасынан кесеміз. Лавашымызға салмамызды салып, видеодағыдай орап шығамыз.
бізде 3 бұрыш конвертик сияқты болып шықты. Енді табамызға сұйық май құйып, жан-жағына жағып, лавашымызды екі жағынан қызартып қуырып шығамыз. Өте тойымды, дәмі ерекше, тез әрі оңай жасалынатын тіске басарымыз дайын. Бұл тағамды міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Мен каналымда әр 2 күн сайын жаңа видео рецептпен бөлісіп отырамын. Сол себепті видеоларымды каналымды жоғалтпас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге сәттілік, келесі видеода кездескенше.